Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз овсянкадан осындай өте дәмді болып шығатын шоколадты құймақты жасайтын боламыз. Кейде таңғы асқа тәтті бір нәрсе жегіңіз келеді, сол кезде міндетті түрде осы құймақты жасауға кеңес беремін. Алдымен кез келген овсянканы миксердің көмегімен барлығын езіп алатын боламыз. Видеоның описание бөлімінде құрамдары жазулы тұр. Бұл құраммен сізде бір құймақ шығатын болады. Мінекей жақсылап барлығын араластырып болдық. Бізде осындай ұн сияқты овсянкамыз езіліп, ұнтақталып әдемі болады. Енді келесі кезекте ыдысқа бір жұмыртқаны аламыз. Кез келген какаоны қолдансаңыздар болады. Менде Рахат фирмасының какаосы. Одан кейін сүтті қосамыз. Сүттің пайыздығы міндетті емес, кез келген пайыздағы сүтті қосуға болады. Одан кейін маданғы ұнтақталған овсянкамызды қосып, жақсылатып барлығын шайқап алатын боламыз. Егер де құймақ тәтті болғанын қаласаңыз, онда бір шай қасық қантты қосуға болады. Осындай әдемі қоймалжың масса пайда болады. Сонымен қатар достар, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Енді табамызды қыздырамыз. Сұйық майды көп құймаймыз, сәл ғана сұйық майды осылай жағып шығатын боламыз. Сары майды да жақсаңыздар болады. Енді әдемілетіп дайын болған құймағымызды табамызға құямыз. Одан кейін жан-жағын реттеп дөңгелекті форма жасаймыз. Менде бұл кезде диаметрі бір 15-17 сантиметр құймақ шығатын болады. Барлығын жақсылап осылай біртекті етіп жайып шыққаннан кейін бетін жауып, орташа газда бір 3-4 минуттай қуырып алатын боламыз. Мінекей жақсылады әдемілеп қуырылып болды. Енді құймағымыздың екінші жағын аударып, тағы да бір 2-3 минуттай қуырамыз. Құймақтың арасына кез келген өзіңізге ұнайтын йогурт, греческий йогуртты салсаңыздар да болады. Мен арасына 25% простоквашинаның қаймағын салдым. Егер де андай сочный болғанын қаласаңыз, онда көптеу арасына жағатын боламыз. Одан кейін қыздар арасына банан, құлпынайды да салсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Мен сонымен қатар үстіне шоколадты ерітіп, осылай әдемілік те тәттілік үшінде шоколадты ерітіп жақтым. Мінекей жасалу жолына небәрі 2-3 минут уақытыңыз кететін шоколадты овсянкадан құймағымыз дайын болды. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басуды ұмытпаймыз. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар.